Сәлем бәріне, қайырлы күн. Бізде 4-ші подкасттың превьюін жасайтын боламыз. Бұл превьюде өте ерекше нәрсе бар, себебі мен бір әдіс таптым, бірақ ол бұрынғыдан мен суреттерді Spark Adobe-тан қиып жүрген болатынмын. Қазір болса оны Figma-дан қиятын боламыз. Бір жақсы жері Figma ол компьютеріңізге көшіріп алсаңыз, офлайн түрде жұмыс жасай береді. Қазір сіздерге көрсетейін қалай істеу керек екенін. Менде уже превью почти дайын. Я ғана олардың түстерін келтіру керек. Міне, былай қарасаңыз, мына 3-ші суретте жарық өте аз. Сол себептен қазір Figma кіреміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай. Қазір бірден көрсетейін. Мен істегенді. Не? Маска қолданым. Бәрін өшірейік. Figma-ға кәдімгі қарапайым. Бәрін өшірейік. Бірден бастайық. Ең бірінші кірген кезде сіз осылай тұрады. Сол кезде бізге бірден осылай кәдімгі фотошопты дайын жасайсың, 1920 сияқты. Сізге сондай рабочий место орнату керек. Ол үшін бізге керегі фрейм деп аталады, F деген әріп. F деген әріпті басасыз, сосын осылайынан бүйтіп тартасыз. Сосын жерде размер көріп тұрсыздар ба? 1593-754. Соны біз мына жақтан тауып аламыз. Мына оң жақтан экранға 1593 және 754 дегенде оны 1920-да 1080-ге өзгертеміз. И все. Болды. Міне біздің бұл жерде дәл Photoshop сияқты ұқсас. Міне H-ті бассам, H-ны бассам, hold орналастыра береді. Енді келесі бізге керек орта деген папкаға кіреміз. Орта деппін ғой. Изображение кіреміз. Сосын симка экранаға кіреміз. Одан кейін түсіріп алған суреттерді осылайынан белгілеп аламыз. Мысалға, міне, осы сурет. Жоқ, мынау. Сосын мына жерге жібереміз. 5 сурет кетті. Бәрі белгіленген екенбіз. Мына жерден белгілеп, кірге салып, сыртқа шығып кеткен. Барлық осының ішінде, по-моему, өзім Figma-мен көп жұмыс жасамайын. 1, 2, 3, 4. Қайдан бар? Оны саңады ғой. Мен ана жақта тұр екен. Оны және сияқты тартып әкеле саламыз. Екіншісінде ой. Мұнда тартып әкеле саламыз. Болды. Сонда бізге болды. Одан келесі бізге осы жерден не себептен мен барлығын осы жерге орналастырдым, себебі осы жерден фонды қиямыз. Міне, мына жерде бізде қарап тұрғандарыңыздай фонды қию өте қиын. Қазір көрсетейін. Мысалы, мына сурет. Мына суреттің фонын қиямыз. Бәрін көшірем. Мына ішіне кіріп кетті. Міне. Қазір мынаның суретін қию үшін, мысалға, кәдімгі фотошопта бар ғой. Осындай алып изображение қиятын. Міне көріп тұрсыздар ма? Дұрыс жұмыс жасамайды, көріп тұрсыз ба? Дұрыс жұмыс жасамайды. Сол себептен бізге бұл кейде ғана көмектеседі, бірақ өте көп емес. Сол себептен бізге Figma керек. Figma. Енді бұрынғыдан қарағанда сәл ыңғайлы бірақ, себебі Figma-ның ішінде бізде плагин орнатып алдық. Ол кәдімгі бүкіл TikTok-та, бүкіл жерде белгілі RemoteVG деген сондай сайт бар, соны Figma-ның ішінде орнаттық. Міне,
егер суретке барып оң жағын бассақ мышканың, сонда бізде плагинс деген бар, сосын remove background деген бар. Оны мен өзім орнатып алдым, сосын run дегенді басамыз. Сол кезде фонды қазір қияды. Міне қиып жатыр. Болды, фон қиылды, міне. Солай барлығын қиып шығамыз. Міне, бүкіл суретті. Кезек-кезек оңға көріп қойын. Қазір бұл қиып көрейікші, өзіме де қызық болды, бұл көрейік. Жоқ, біреу ғана болады сияқты. Сол суреттің үстіне басамыз, сосын run дегенде кіреміз. Өшті, міне. Солай кез келген суретпен солай басып шығамыз. Енді бұл кейде жұмыс жасамау мүмкін енді. Қазір ондай жағдай келеді. Міне. Мына жерде бір адам тұр да. Болды. Енді мына жерде 3 адам тұр. Болды. Міне 3 адам. Енді бізге не істеу керек? Бізге Paint Tool керек. Кәдімгі Photoshop'тағы сияқты. P-ны басса шығады, міне P-ны басса. Міне қазір. P-ны басса, міне шықты. Соны алып, жақындатып, міне маска жасаймыз. Paint Tool'мен. Осылай шығамыз. И осылай қоямыз. Одан кейін біз мына жерде Fill деген бар, мына жерде оң жақтан. Соны қосамыз, сонда осылай түс шығады. Одан кейін оны бізге не істеу керек еді, астына қоятын едік, по-моему астына қояды. Shift, Ctrl M. Одан кейін мына жерге келесіздер, міне үстінде. Сосын бізге керек Integ Collection жоқ болмыз. Ой, қайсет? Мынау по-моему жоқ болмыз. Мынау. Ой. Мен слыш. Қайсет? По-моему, үстіне қояма, қайда қалды? И Subtract жоқ. Осынау? Точно. Олай емес, қалай сөйтеді, мен маған істеген. Өзімдей фигмамен бұрын айналысып көрмеген, сол себептен. Қалай істейді, өзім ұмытып қалдым. Баны болған, істеу. Видео көре салайықшы ютубтан. Міне кез келген сұрақ болса не істеу керек? Мен осылай жазамын. Как удалить фон в фигме? Міне осы видео болған. Смотри, я говорю, посмотри, бесплатное обучение. Здорово, это я прикрепил ниже, там данное отверстие. Выделились, теперь заходим вот сюда в булевые операции, там сдвинуть, поменять параметры, как вам будет необходимо. С маской оттаскиваем вниз,
сейчас. Вот видите, маска находится под картинкой. Выделяем их вместе с зажатой клавишей Shift и нажимаем сюда. Вуаля, маска находится под картинкой. Выделяем их вместе с зажатой клавишей Shift и нажимаем сюда. Вуаля. Басқаша істеу. Shift. Мынаны басу керек екен ғой. Міне Ctrl Alt M. Астына қою керек маска. Міне мынау маска ғой. Соны астына қоямыз. Естественно екеуін бірге белгілейміз да мына жерден басамыз. Болды. И одан кейін мен барлығын осылай ашып аламыз. Жылжытып аламыз. Ой, бұны басып жылжытып алайық. Осы жылжытып алайық. Жылжытып алайық. Жылжытып алайық. Все. Одан кейін мына жерден Home'ға кеттім. Одан кейін мына жерден мынау бір Figma тұр деп тұр ғой, логотипі. Соны басамыз, сосын мына жерден файл деген кіреміз, сосын Save Local Copy деп жазамыз. Одан кейін мына жерге мысалға 4-ші Word'та PSD точка жазамыз и PSD. Ол Photoshop'та несі, мына жерде all files деп тұру керек. Одан кейін 4-ші Word'та PSD дейміз. Все, барлығы сақырап кетті. Figma'ны жаба берсек болады. Сосын Photoshop'қа кіріп, Ctrl-O, сосын загрузкиге сақырадық қой қай жерге. Міне 4-ші Word'та PSD. Болды. Міне 4-ші Word'та PSD ішінде бүкіл тұр, мына жерде маскасымен бірге. Соның барлығын алып, осылай жәнеге екінші неге қоямыз. Осы жерге саламыз. Қазір. Хоп. Жоқ, бұлаймыз. Бұлай салайық. Фреймде емес, жаңа папка. Міне көрдіңіздер ма? Осы жерге келді, бұл шаблон деген жерге сақталды. Міне. Тұрса көрсейін. Алхамдулилля. Міне. Жәнегі Figma'дағы біздің осы жерге келдік. Міне. Сондай туториал, ал қалғаны барлығы бір қалыпты істелінеді. Міне мысалы сіздерге қазір ерекше көрсетейін деп тұрған нәрсе JK деген. JK-ның қолын мына жерін түзетеміз. Қолын мысалға мен оны қалай түзеттім, мына жерде көрсетейін. Міне қолын салдым. Мына жерден көрініп тұр, пластичный екен өте. Бірақ енді мынаны қойса, осылай. Артық деталь көп болып кетеді, ондай стакан, сол кезде алып тастап отырамын кейбір уақыттарда. Сіздерге қазір көрсетейін. Қалай істегенді, шаблон керек емес. Слой қоямыз, слой, сосын альтпен JK-ға тіркейміз. Одан кейін мягкий кисть аламыз, V-ны басып. Мягкий кисть, сосын мына жерден альтты басып тұрып, түстерді алып аламыз, сосын суретін саламыз. Сосын мына жерден деп аламыз. Мына жерден деп аламыз. Сосын сәл opacity-ді азайтамыз, прозрачность-ті. Негізі басында қатайтып алған дұрыс. И сосын ақындап
примерно қалай болатын түсіне осылай суретін саламыз. Мына жерден астынан көлеңке тұр. Көлеңкесін саламыз. Одан кейін мына жерден маскаға кіреміз, P-ны басамыз. Келеміз. Ctrl басып тұрып. Одан кейін қолды саламыз, примерно қалай қол болады. Жұдырықпен. Көп сөйлеудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Түсінікті барлығын қарап отырмыз. Менде ешқандай да графический планшет жоқ. Даже мышканы қолдамаймын. Ноутбуктың өзінің мышкасы бар ғой. Қалай аталатынын білмеймін, соны қолданамын. Графический планшет алуға ақша жоқ. Шын айтайын. Но самое главное, білмеймін, менде графический планшет жоқ деп ешқашан жылаған жоқпын, оңайған жоқпын, істеп келе жатыр. Қазір интернет жоқ болды, содан сәл кеш қалдым. Примерно осылай болады. Былай, алыстан қарағанда ұқсайды да. Алыстан главное ұқсайды. Сосын мына жерден артық нәрселерді көріп отырғанымыз, мына жерден артық тұр, көрініп тұрса, осы жерде, мына жерде. Оны біз осы жерден масканы басамыз. Қара кисть арқылы X-ті басып, қалай opacity-ді прозрачный жүзге қоямыз. Сосын бір айтып кететін нәрсе, егер Photoshop-ды пайдалан десеңіздер, всегда ағылшыншамен үйреніңіздер. Енді орысша үйренетіндер бар, енді ыңғайсыз деп, но ағылшынша дұрыс, себебі көп туториалда сол ағылшын тілін түсінбесеңіз, YouTube-тан жай ғана не істеп отырғанын қайталап үйренуге болады. Нені басып отырғанын басып отырасыз да қайталап, өзі түсінікті болады. Мен негізі ойламаған жерден осылай түсіріп кеттім. Бұл барынша түсінікті қылуға тырысамын. Осылай көрген нәрсені қайталап салып отырасың. Мына көріп тұрсыздар ма? Шеті өте не да? Осы еттен сәл опсақ.
Осы нормально. Қатып отыр ғой. Ыңғайсыз сәл. Болды осы. Одан кейін мен мына сызықтар туралы айтуды ұмытып кеттім. Бұл сызықтарды қою үшін бізге ең бірінші мына линейканы қойып алу керек. Көріп тұрсыздар ма, шетте тұрған. Оны линейканы қою үшін Ctrl-Alt-R-ді басамыз. Сосын Ctrl арқылы что, музыка қатты болып кетті ма? Ctrl-Alt-R-ді басамыз, Ctrl. Сосын Ctrl-ды басып тұрып, осылай сызықты қозғалта аламыз. Егер жойып жіберу үшін осылай итере саламыз, міне, жоқ. Алып келу үшін қайтадан Ctrl-ды басып, осылай әкеле саламыз, осы сызықтан, шетінен. Үстінен де әкелуге болады былай. Ол үшін линейканың үстіне осылай тартуға болады, сөйтіп қоя берсеңіз болады. Ctrl-Z-пен артқа қарай қайтуға болады. Все. Вот, енді ары қарай барлығын бүйтіп мына суретке ұқсастырып қойып шығамыз. Міне, осы жерге. Сол кезде бізде осындай пайда болады. Мен қазір мына жерден жарықты түзегім келіп тұр. Мынаны өшіре салайық, керек емес. Мынау да керек емес. Отаны өшіре салайық, мынаны қоса салайық. Жарықты. Қазір шаблон дегенді қосамын. Сосын мынандай бар. Бұл адамдардың примерно бірдей келуге әкелу үшін бірдей қауіп. Мысалы, керек. Тоже керек. Болды. Сосын бізге керек нәрсе орта жорған ашық. Шум бар ғой. Шумды алу керек. Бір жаман жері скрин дұрыс түспеген сияқты. Қауіпсіздік маған керек емес. Кеканы сәл жылжытсақ болады. Күнде сәл жылжытсақ болады. Мына кісіні де жылжытсақ болады. Сол тамағына. Нормально. Солай. Түс бойынша келтірейік. Кривые мен келтіреміз көбісін.
Ну. Желение вот. Контраст аламыз. Контраст қоямыз. Önce көрінту. Өте жарық. Контраст белгілеу. Контраст. Мен осылай. Ctrl A, Shift Ctrl S, Ctrl V. Это ж несі нормально, да? Ctrl G, фильтр, OZ, High Pass, 3 пиксель, Overlay. И все. Export S, JPEG. Тут здесь. Save. Орта. 4-ші выпуск. Орта. Болды. Айтайын дегенім осы. 4-ші бір осындай жағдай болды. Білмеймін, бұрынғыдан қарағанда тез орындалады деп ойлаймын жұмыстарыңыз. Себебі мен барынша бесплатно жұмыс жасауға тырысамын. Енді келесі негізі бүгін осы видеоның астына ссылка қойып кетемін, қалай remove background фигмаға орнату керек екен. Фигманы скачать ете аласыздар, Google-ға жазып. Фигманы иди скачать етіп. Фигманың екі түрі бар, онлайн және де офлайн. Офлайн деген ол десктоп не, яғни компьютерге орналастырылған программалық версиясы. Қанша мет?